Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті қазақстандықтар, мен Абдибаев Аян Мүлікбайұлы, Алматы қаласының тумасымын. Мен Рой кооперативтің тіркелушісімін. Айтып жатыр, көп өсек қауесет жүріп жатыр қазір арамызда. Ройды алаяқ дейді, аргенді артынан небір жаман сөзбен балағаттап жазып жатыр. Ол адамдардың балағаттан адамдарда ұят жоқ. Біріншіден анық білмей, ненің екенін білмей, неше түрлі құтырқы саясатпен неше түрлі біле жазып жатыр. Дегенмен өздеріңіз ойлап қараңыздар, бір жылдың ішінде 700-дей адам пәтерлі және машиналы болды. Техника, машина пәтерлі болды. Қаншама адам карантиннің ішінде қаншама адамға пәтер беріп тастады. Егер әрген алаяқ болса, сонша адамға пәтер бере ме екен карантиннің ішінде? Бұны жазып жатқан адам жүрегінде иманы жоқ және өтірікші адам. Ондай адамдарға сенбеңіздер. Әрген өзі Нұр Мүбәракты бітірген жігіт. Және иманды салиқалы жігіт. Және бұл процент жоқ бұл жерде, өзіңіздер білесіздер. Процент жоқ жерде Алланың берекесі болады. Ал процент бар жерде ол береке болмайды. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен оны. Тіркеліңіздер, өкінбейсіздер. Қаншама адам баспаналы болып жатыр. Әлі де болады иншалла, Алла нәсіп етсе. Өсекші, ғайбатшы, неше түрлі адамдарды тыңдамаңыздар. Журналистердің басым бәрінде топырақ шашпаймын, бірақ араларынан сонда имансыз журналистер шығып жатыр, өтірік сөз жазып. Бірақ өтірікшілер жәннатқа кірмейді деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол егер сол кішкене пайғамбардың сөзін білетін болса, сол журналист Алладан қорқсын. Ертең Алла тағала мен шыншылдармен біргемін дейді. Ертең Алланың тәубасына келмесе, Алла жазасын береді, оншық болмайды ол. Сіздерге айтарым, сеніммен Рой кооперативға тіркеліңіздер. Және қолдаңыздар. Мына қауесетке сенбеңіздер.